Үндістандық актер Сайф Али Ханды пышақтап кетті. Болливуд жұлдызы Сайф Али Ханға белгісіз біреулер пышақ сұққаннан соң ауыр халде Мумбайдағы ауруханаға түсті. Оқиға 16 қаңтарға қараған түні актердің үйінде болған. Белгісіз біреу үйге ұрлыққа кіріп үй қызметшісімен қақтығысып қалған. Мұны дереу байқаған Али Хан қаскүнемді тыныштандыруға тырысқан. Десе де бұзақы жігіт қолындағы пышақпен шабуыл жасап, Сайф Али Ханның бірнеше жеріне сұғып алған. 54 жастағы актер және оның 44 жастағы әйелі. Актриса Карина Капур да олардың ұл қыздары да үйде болған. Актердің отбасына ештеңе болмаған, алайда өзі ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің жылдам әрекетінің арқасында ота жасалып, денеде сынып қалып кеткен пышақтың жартысы алынып тасталды. Қазір оның жағдайы бір қалыпты, жаймен сауығып кетеді дейді дәрігерлер. Ақпарат көздерінің жазуына қарағанда Али Ханның 6 жерінен пышақтаған. Қазір оның үйіндегі 3 қызметкерінен полиция жауап алуда, олардың біреуі шабуыл кезінде зардап шеккен. Сайф Али Хан Үндістанның ең танымал әрі ең бай актерларының бірі. Әйелі Карина Капур да Болливудтың атақты актрисасы. Достар, ақпараттарымызды жібермей көріп отырыңыздар. Ол үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз.